Техникалық реттеу және метрология комитетінің қарамағындағы ұлттық аккредиттеу орталығы Қазақстандағы барша зертханалардың стандартқа сай, сапалы және сауатты жұмыс істеуін қадағалайды. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Ұлттық аккредиттеу орталығы 2000 жылы Қазсертика мемлекеттік қазынашылық ұйымының негізінде қалыптасқан. Еліміздегі мемлекеттік қатынастарды сақтандыру мен сертификаттау саласын нығайту жолында. Аталмыш орталық өз қызметін 2008 жылы аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйым талаптарына сәйкес жүзеге асырды. Елбасымыздың елімізде жаңағы мемлекет аралық қатынастарды нығайту мақсатында стандарттау, сертификаттау салаларын нығайту жолдарына бізге тапсырма берді. 2008 жылы сәйкестік растау саласында аккредиттеу жөніндегі заң қабылданған болатын. Сол заңның негізінде 2008 жылдың тамыз айында Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен ұлттық аккредиттеу орталығы аккредиттеу саласындағы орган болып бекітілген болатын. Сол ұлттық аккредиттеу орталығы 2015-2016 жылы өз саласының көшбасшысы болып жаңағы жетістікке жеткен болатын. Аталмыш орталық міндеті сынақ және өлшеу нәтижелерін сәйкестік сертификаттарына сай қамтамасыз ете отырып, аккредиттеу және техникалық біліктілікті бағалау болып табылады. Отандық нарықты қауіпті және сапасыз өнімнен қорғау және халықаралық саудадағы техникалық тосқауылдарды азайтуда осы саланың атқаратын қызметтерінің бірі. Основной задачей является аккредиттеудің маңызды бағыттарының бірі ұйымдарға қойылатын талаптарды реттейтін, тұтынушыларға қызмет көрсететін стандарттарды енгізу болып отыр. Атаулы стандарттар өз ұйымдарының құзыреттілігін анықтау кезінде қызығушылық танытатын барлық тараптар үшін негіз болады және оларды бірыңғай тәртіпке бағындыруға сенімділік туғызады. Аккредиттеу өнім және қызметтің сапасына және қауіпсіздігіне қоғамдық сенімді қамтамасыз ететін әлемдік тәжірибеде мойындалған құрал болып саналады. Аккредиттеу сәйкестікті бағалау нәтижелеріне заңды күш береді. Себебі ол заңнамалық негізде жүзеге асырылады. Аккредиттелген органдар халықаралық келісімдер арқылы өз деректерінің шетелде қолданылуын жеңілдететін мойындаудың халықаралық нысанына ие болады. Бұл үрдіс субъектінің қатысуымен аталған көлемде жүргізіледі. Субъектілер техникалық регламенттермен және тиісті стандарттармен қамтамасыз етілген. Қазіргі кезде азық-түлікті электротехникалық, жеңіл өнеркәсіптік бұйымдарды, балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдерді, сондай-ақ машиналар мен жабдықтарды, теміржол көлігіне қатысты талаптарды реттейтін кеден одағының техникалық регламенттері де іске қосылған. У нас аккредитованные лаборатории по различным позициям. Аккредиттеу әр саланы бақылауға алады. Оның бизнеске берер артықшылығы да аса зор. Мәселен, ұйымдар аккредиттелген және сәйкесінше құзыретті қызметтерді жеткізушіні таңдау арқылы уақытын әрі қаржысын үнемді алады. Аккредиттеу субъектілермен халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес орындалған дәл өлшемдер мен сынақтар ақаулы өнімді алу мүмкіндігін төмендетеді. Бұл халықаралық келісімдер жүйесінің көмегімен өнімді шетелге шығарған кезде бизнестің шығындарын да азайтады. Осындай бағалау қызметтерін пайдалану өзі өндіретін өнімнің сапасын және соған сәйкес бәсекеге қабілеттілігін көрсетуге септігін тигізеді. Аккредиттеу үдерісі дұрыс басқарудың құралы болып табылғандықтан, нарықта сенімді беделге ие болып, оны тұрақты негізде қолдауды көздейтін көптеген жасырын шығындарды жояды. Медициналық ұйымдарды аккредиттеудің ұлттық стандарттары денсаулық сақтаудың халықаралық нормасына негіз болмақ. Медициналық қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шарасына ерекше мән берілген. Бағалау барысында бірқатар арнайы құрылғылар есепке алынып, әр бағыттағы сараптамалардан өткізіледі. Зертхананың өтініші бойынша осы қазір сәйкестікке бағалау жұмысын бастап жүргізіп жатырмыз. Техникалық құзыретін бағалау үшін бұл зертхананың біз қандай медицина жабдықтармен жұмыс жасайтынын, осы зертхананың қандай зерттеу жұмыстары, қандай бөлмелерін
бөлмелерінде жұмыс жасалынатыны, ол бөлмелер Қазақстан Республикасының санитарлық нормаларына сәйкес келетінін және қандай ережелермен, қандай құжаттармен жұмыс жасайтынын және осы лабораторияның қандай мамандары сол зерттеу жұмысын жасайтынын біз бағалап қараймыз. Аккредиттеу стандарттары медициналық ұйымдар жұмысының негізгі көрсеткішін анықтайды. Дәл осылай дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған негізгі талаптардың жүйелі тізімі эталон. Бағалау жұмыстарының ішінде куә бағалау жұмысын жүргізуде техникалық құрылғының маңызы аса зор. Заманауи құрылғы арқылы мамандар адам қанының плазмасынан табылатын вирустарды анықтайды. Зертхананың маманы қандай жабдықта жұмыс жасап, қандай ережелермен жұмыс жасап, соны бізге көрсетіп, түсіндіріп айтады. Міне қазір куә бағалау жұмысы жүріп жатыр. Ол Кобос 6800 деген жабдықта Швейцария елінің Рош компаниясында жасалған жабдық. Бұл анализатор адамның қанында, адамның қан плазмасында табылатын әртүрлі вирус, гепатит А, Б, С антигендерін зерттеп табылатын жабдық болып келеді. Колбос 6800 заманауи құрал жабдығы ТМД елдерінің ішінде Қазақстанға ең алғашқы болып әкелінген құрылғы. Трансфузиологиялық ғылыми өндірістік орталығындағы қан әзірлеу шарттары ең жоғарғы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Өндірістік үрдіс толықтай автоматтандырылған. Намного выше классом, лучшее качество анализов. Әлдеқайда жоғары деңгейде сапалы сараптама жұмыстарын жасайды. Құрылғы толықтай жабық, зертханашы жұмысқа араласпайды. Мысалы, мен сіздерге көрсетейін, қараңыздар. Донор қанында 4 инфекция анықталды. Мен шыны түтікті техниканың ішіне саламын. Осыдан кейін бірінші нәтиже 30 минуттан кейін шығады. Қалғаны одан кейінгі әрбір 20 секунд сайын көрсетіледі. Тек донордан қанның сұйық бөлігі 90% судан тұратын және 7,8 ақуызы бар плазманы алады. Плазманың құрамына ферменттер, дәрумендер, гормондар кіреді, ал қан жасушалары оған кері қайтарылады. Донор қанын тексеруден басқа аккредиттеу орталығының мамандары еліміздегі қан орталығындағы зерттеу жұмыстарына баға береді. Дәлме-дәл қатесіз халықаралық деңгейде баға беру бұл орталықтың қызметкерлерінің жауаптылығын талап етеді. В первую очередь мы должны быть сами на хорошем уровне. Біріншіден біз әрдайым жоғары деңгейде болуымыз керек. Диагностикалық қызметтер түрін көрсетуде тынбай еңбек еткен жөн. Сапасы бақылау саласы бойынша өз тәжірибемізді арттыру үшін шетелден, яғни Германия, Швейцария елдерінен сапа бақылауына қатысты үлгілерді, тапсырмаларды аламыз. Сондай-ақ біз құжаттарымызды зерттеу жұмыстарын халықаралық стандарттау ұйымының қойған талабына сәйкес орындаймыз. Сондай-ақ өтемсіз негізде өлшем құралдарын калибрлі өткізуге аттестат алу үшін аккредиттеу субъектілеріне өтінім бекітілген нысандарға сәйкес аккредиттеу саласының жобасын беру керек. Бұл қадам инспекциялық тексерулерді жүргізу негізінде іске асады. Иә, аккредиттеу жұмысын ілгерілету үшін ұлттық орталық сарапшылары санын көбейтуде. Айталық штаттан тыс 50 сарапшы сапа бақылауында ден қойса, 80 сарапшы техникалық бағытта жұмыс істеуде. Ұлттық орталық халықаралық аккредиттеу орталықтарының саласын кеңейтуге бірқатар ілкімді істер атқарған. Тынық мұхиттық аккредиттеу бойынша ынтымақтастық мақсаты Азия өңірінің тынық мұхиттық елдерінің арасында тығыз байланыста болуына себепші. 2013 жылдары халықаралық ұйымдарға мүшелікке ынталану жолдары басталды. 2013-2014 жылдары халықаралық ұйымға толыққанды мүше болды. Атап өтсек, ПАК ұйымы мысалы тынық мұхит ынтымақтастығы, тынық мұхит аралығында аккредиттеу жөніндегі ынтымақтастық, ИАФ аккредиттеу саласындағы сәйкестікті растау органдарының халықаралық ұйымы, айлак сынақ және калибрлеу зертханаларының халықаралық ұйымы болып табылады. 2016 жыл тамыз айында басшымыз ұлттық бизнес рейтингінің жаңағы жетекші басшылықтың жеңімпазы болды. Экспортқа тауар шығару. Бұл өз отанының әл-ауқатын арттырамын деген елдің көздеген басты мақсаты. Қазақ өнімінің сапасын әлем мойындауы тиіс. Ол үшін сапаны бақылайтын орталықтың атқарған ісі де жұғымды болғаны әлбетте ләзім.